Ал құрметті жас түлек, сіздермен бірге бүгін физика теория талдайтын боламыз. Диффузия құбылысына жатпайды дейді. Қай теория жатпайтындығын, яғни қай вариант жатпайтынын табу керек. Ертең НТ-да асығып жатады деп оқып қалып, случайно басқа вариантты белгілеп жүрмеңіздер. Одан бұрын бірінші диффузия деген қандай, не екендігін, қандай теория екенін талдап алайық. Диффузия деген сөз бір зат молекуласын екінші зат молекуласына араласып енуі деген сөз. Яғни мысалы үшін суға бір красканы құйып жібердік, иә, ол тоже диффузия жатады. Өйткені судың молекуласы мен красканың молекуласы бір-біріне не істеп тұр, араласып тұр. Не екендігін түсетін болсақ, жауаптарды талдайық. А жауабы ауаның улы газдармен ластануы. Пожалуйста, бұл диффузия құбылысына жатады. Өйткені молекулалар араласып тұр. Одан кейін В көкөністер тұздау. Бұл да тоже жатады. Д варианты адам ағзасында болып жатқан тыныс алу. Өйткені тыныс алу диффузия жатады. Деп ауаны шығарасыз, кіргізесіз, ауаны аласың, бұның барлығы диффузия жатады. Ал ең соңғы вариант кемпір қосақтың пайда болуы. Бұл мүлдем диффузия құбылысына жатпайды. Бұл физикада дисперсия құбылысына жатады. Мына теория бізде алдағы уақытта нағыз ұбт-да келіп қалуы мүмкін. Сіз де осы жолы оны жақсылап тұрып түсініп алыңыз.